үй жағдайында донер жасайтын боламыз. Бұл донердің құрамы қолжетімді заттардан тұрады және де донердің артықшылығы құрамына чикен қосылады. Бұл донер ешқандай грильницаны қажет етпейді. Бірінші кезекте картоптың сыртын ашып жуып аламыз. Картопты соломка формада тураймыз. Картопты соломка формада турап алып, барлығын үлкендеу формадағы ыдысқа саламыз. Біз ендігі кезекте дәмдеуіштер қосамыз. Бірінші шашлычный приправадан 1 ас қасық қосамыз. 1 ас қасық кукурузный крахмал қосамыз. 2 ас қасық черный перец де қосамыз. 2,5 ас қасықпен паприканы қосамыз. 1 ас қасық қытай тұзы және де өзіміздің қолданатын ас үй тұзынан 1 чайна ложка қосамыз. Дәмдеуіштердің барлығын қосқаннан кейін қолымызбен жақсылап араластырып 5-10 минут көлемінде демалдырып қоямыз. Себебі осы дәмдеуіштер біздің картопымызға сіңуі үшін. Оған дейін біз салмасына керек заттарды турап аламыз. Огурцы, помидорды жуып, бірінші кезекте огурцыйды 3-4 бөлікке бөліп, мұны да соломка формада тураймыз. Огурцы осындай формада болу керек. Екінші кезекте помидорды да соломка формада турап аламыз. Өздеріңіз видеода көргендей. Біздің помидор огурцымыз уже дайын. Келесі кезекте чикенді де соломка формада тураймыз. Чикеннің рецептін мен описание бөліміне қалдырып кетемін. Біздің чикендеріміз дайын, өте әдемі көрінеді екен. Келесі кезекте картопты қызып тұрған майға 5-10 минут көлемінде қуырамыз. Онан соң соусына 5 штук чеснок және де үлкендеу кесемізге салып, жартысына майонез, жартысына кетчуп салып, барлығын араластырып аламыз. Мен готовый лаваш алған болатынмын. Бірінші кезекте лопатканың көмегімен соусымызды жақсылап жағып аламыз. Соусты жақсылап жағып болғаннан кейін салмаларын саламыз. Салмасын аз мазын саласыздар, себебі көп болса лаваштарыңыз жыртылып кетуі мүмкін. Бірінші кезекте огурцымыз салып болғаннан кейін үстіне чикендерді де саламыз. Чикеніміздің үстіне помидор және де жаңағы қуырылған картопты да саламыз. Салмасының барлығын салып, донерімізді жақсылап орап шығамыз. Яғни біркелкі формада етіп. Донеріміз грильницадағыдай шығуы үшін табамызға кішкене майды қыздырып, лаваштың алдыңғы артқы бөліктерін қуырып аламыз. Донеріміз өте керемет болып шығады. Сатып алғаннан қарағанда қолдан жасаған 1000 есе артық. Видео ұнаса лайк басып, міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ал бізге ас бол.